арамызда енді бізге жылдың басында қыркүйек айынан қосылған оқушылар да бар. Қайталап отыру да біз үшін өте маңызды. Видео оқушыларды қадағалаған кезде осы 3 ереженің толықтай орындауын қадағалап отырсаңыздар, оқушылар өздері біледі, 4-5 жыл қатысып жүрген оқушылар. Ұзақ ноталарда, яғни созып ойнау үшін техникамызды осылай оң қолға салып өсіретін Сен күйшісің ғой, сен бір күйді тартып бес дейді. Сол кезде қазанғап сынаяқты тартады да саусағымен кешеге көрсете береді. Сосын оны келін түсінеді да яттан орын таппай шайын құйып береді. Содан кейін күйін ойнап біткен соң Үсен Төле айтады, мынау күйдің атын мен қояйын, мынау күйдің аты сынаяқ болсын дейді. Басын сындырып бірде Үсен Төренің үйіне қонаққа барады екен, сөйтіп Үсен Төре оны төрге шақырып, кел қазанғап қонақ бол, шай іш деп төрге шығарып қонақ қылады. Сол кезде екеуі күй жайында әңгіме айтып отырған кезде сол үйдің келіні шай құйып отырады екен, Үсен Төренің келіні. Сөйтіп қазанғап шай ішіп отырып, бір кезде шайын ішіп болып, дастарханға кесесін қойып, келінге қараса келін екі қолын бетіне иегіне қойып алып, Үсен Төре мен қазанғаптың әңгімесін тыңдап беріліп кеткен екен, шай құюды ұмытып кетеді екен, кесеге қарауды. Сөйтіп қазанғап шөлдеп отырып, шай ішкісі келіп, келінге шай құй деп айта алмай, енді қонақ болғасын ұялып отырады. Сол кезде Үсен Төре әңгіменің барысында, ой қазанғап, сен бір күйшісің ғой, өзіңнің бір күйіңді орындап берсең деп қолқа салады екен. Сол кезде қазанғап домбырасын алып бір жаңа күй шығарады екен. Сол жаңа күйді тартып отырып, күйді ойнап отырып, бір қолымен кесені көрсетіп, қайта-қайта күй тартып береді екен. Қайта-қайта кесені көрсеткен кезде келіні бұл неге кесені көрсетіп отыр, кесеге қарасам, кесе шайсыз тұр екен дейді, бос тұр екен дейді. Сосын ұялғаннан бетін ұстап, кесені алып қазанғапқа шайын құйып беріп, қызарып өзінің кінәсін біліп отырады екен орнында. Оны сырттай байқаған Үсен Төре келіннің жаңағы кінәсін түсініп, бір жымиып күліп, қазанғап күйін ойнап болғасын, қазанғап, мына күйіңнің атын мен қояйын, мен біліп отырмын деп, айыбымды біліп отырмын деп, бұл күйдің аты сынаяқ болсын деп, сол келіннің алдындағы кінәсін өзі білдіртпей жіберіп, әзілдеп, күйіңнің аты сынаяқ болсын, сен қайта-қайта шыны атысты көрсеткеннен кейін, ол кезде шыны атысты сынаяқ деп атаған екен. Сөйтіп күйіңнің атын мен қояйын деп тапқырлық танытып, қазанғаптың күйінің атын өзі қойып, сол оқиғаны білдіртпей жіберген екен. Тапқырлығымен Үсен Төре. Сол оқиғадан кейін осы сынаяқ күйі халық арасында кеңінен тарап, шығу тарихында осылай бізге жеткен екен. Қарастырып көрдім. Бұл жерде жекпе-жек дегеніміз жалпы Абылайхан Тілендиевке дейін халық арасында жүрген
Қатысса болады бұл сертификатты. Барлығымыз қазір граф бойынша қазір сізге видео қосамын, сол видеоға сіз бірдей қабылдайсыз. Іштей одан бұл жерде қазір мысал ретінде сіздерге көрсетейін, түсінікті болу үшін. Бұл жерде күйлер мен авторлардың атауы берілген, сәйкестендіреміз. Мысалы, Рұқсат Лендиев болса, Еркес Бұлғын алып барамыз, үстіне қоямыз. Екеуі бірікті. Дұрыс па, дұрыс емес па тексеріп көреміз. Қызыл жанса, яғни дұрыс емес. Түсінікті ме? Яғни басқа авторда келіп қоямыз. Сіз қай барлық жағынан қамтып, осылай үйретіп жатырмыз оқушыларды. Алдағы уақытта бұдан да жоғары деңгей көрсетіп, қарсы сабақтар өткіземіз. Осылай қалмай келіп тұрсаңыздар, ең бастысы бізге қолдау керек, сіздердің қолдауларыңыз керек. Ата-аналар көп келсе, біз шабыттарды одан сайын қарсы сабақтарды жақсы өткізуге тырысамыз. Сондықтан осылай келіп атсалысқандарыңыз жаман емес, балаларымызды да көп көріп жатырмыз. Жақсы, домбыра қағысы да, домбыра алғысы да, мысалы жаңадан келген балалардың жаңадан келіп қосылып жатыр демесін. Соның өзінде жақсы дәреже көрсетіп отыр.